Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы экологиялық сауаттылық. 3-ші бөлімнің жердегі климаттық өзгерістер Даниэл Дефоның Робинзон Крузо романының үзіндісі бойынша. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты, балалар, диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай сөйлеуші, тыңдаушы позицияларын еркін ауыстыру. Бағалау критерийлері тақырыпқа сәйкес қосымша деректер келтіру арқылы өз ойларыңызды сараптап үйренесіздер. Ғаламдық экологиялық мәселелер дегеніміз не? Ғаламдық экологиялық мәселелеріне не жатады? Неге олар ғаламдық мәселе деп аталады? Осы суреттер бойынша не айтуға болады? Бірінші суреттегі ғаламдық мәселе ол озон қабатының есілуі. Екінші ғаламдық проблема мұхиттардың ластануы. Үшінші ғаламдық проблема мұхиттарға мұнай қалдықтарының төгілу әсерінен жануарларға кері әсерін тигізуі. Төртінші суретте судың ластануы. Бесінші суретте көріп тұрғандарыңыздай, Арал теңізінің жағасындағы қайықтар, кемелер осындай кеуіп қалған күйде қалып отыр. Яғни Арал теңізінің тартылуы. Ол да ғаламдық мәселе болып саналады. Ғаламдық деп аталуының себебі, балалар, бұл тек қана бір қалаға немесе бір мемлекетке ғана тән мәселе емес, әлем болып шешуге бағытталған мәселелер болып табылады. Балалар, қазір осы экологиялық проблемалар туралы бейнефильмге назар аударайық. Қазіргі таңда халықаралық деңгейде мынадай ғаламдық проблемалар бар. Ресурстар проблемасы, азық-түлік немесе ашаршылық проблемасы, энергетикалық проблема, демографиялық проблема, климаттың өзгеруі, экологиялық проблемалар, үшінші әлем елдерінің артта қалуын жою, қауіпті ауруларды жою, әлемдік мұхит пен космосты игеру, қылмыспен және терроризммен күрес, наркобизнеспен күрес. Аталған ғаламдық проблемалар өзара тығыз байланысты және барлығы іс жүзінде жердегі экологиялық дағдарыстың даму процесімен қамтылады. Әрбір ғаламдық проблеманы міндетті түрде шешу қажет. Әйтпесе оның дамуы апатқа, өркениеттің жойылуына дейін апарып соғады. Бейнефильмде көргендеріңіздей, экологиялық ғаламдық проблемалар өте көп. Карантин кезінде осы экологиялық проблемалардың біршама жақсарғаны бірнеше елде байқалған. Алайда адам табиғатты таза ұстамаса, табиғатты күтпесе, ол құртымға кететіні анық білініп тұр. Жақсы балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Даму, развитие, ықпалын тигізу влияние, төмендеуде уменьшение, өзгерістерге ұшырау подлежит изменению, шөлейт, пустыня, топырақ, почва, бүліну, повреждать, салғырт қарау, игнорировать. Жақсы, енді осы жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып қояйық. Енді осы сөздер сөйлем құрамында қалай пайдаланатынын анықтайық. Жалпы бұл хабар сіздерге маңызды хабар. Ол сіздерге ерекше әсер етеді. Яғни ол қайда әсер етеді? Еліміздің болашағы үшін. Экологиялық сауаттылық қайдан басталады? Әр адамның өз қолында. Экологиялық сауаттылық ең бірінші адамдар өз қоқысын тастамауы тиіс. Алайда аймақ шөлейттеніп жатыр. Топырақ тозаңып жатыр. Су қоры азайып тартылып жатыр. Атмосфера ластанып жатыр. Ормандар сиреп жатыр. Табиғат бүлініп жатыр. Өнеркәсіп апаттары өте көп болып жатыр. Улы қалдықтар жиналып жатыр. Осының бәрі экологиялық сауаттылықты орнатады. Енді балалар, мына тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада балалар сөз тіркестерін суреттер бойынша сәйкестендіреміз. Бірінші суретте судың ластануы, екінші суретте ауаның ластануы, үшінші суретте қаланың ластануы. Ең бірінші сөз тіркесі деңгейінің азаюы. Бұл сөз тіркесі неге тән? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, судың ластануы. Қышқылды жаңбыр. Жаңбырды бізде туындырады атмосфера. Яғни бұл ауа. Қоқыстың көбеюі. Ең бірінші қалалардағы проблема бұл қоқыс. Құрамының өзгеруі. Ластанған кезде судың құрамы да өзгереді. Улы газдар шығады. Ол ауаның ластануы. Зауыттардың көбеюі.
бұл қалаға тән. Ластануы судың, ағаштардың азаюы бұл қалаға тән. Көмірдің қышқыл газы ол атмосфераның ластануын деп белгілейік. Жарайсыздар балалар, тапсырма дұрыс орындады деп ойлаймын. Енді балалар жазылым. Бұл тапсырманы орындау үшін 61 беттегі 7-ші жаттығуды ашамыз. Қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. Қажетті сөздер дамып келеді, төмендеуде, ықпалын тигізуде, шөлеттенуі, өзгерістерге ұшырауда, тартылуы, бүлінуі, топырақтың. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Қазіргі кезде ғылым мен техника дамып келеді. Бұл даму биосфераға тікелей ықпалын тигізуде. Экологиялық жағдай күн сайын төмендеуде. Табиғаты да бұрын соңды болмаған өзгерістерге ұшырауда. Көптеген аймақтарымыздың техногенді бүлінуі, топырақтың тозуы, су ресурстарының тартылуы, атмосфераның ластануы, ормандардың сиреуі, табиғаттың шөлейттенуі байқалады. Жақсы балалар, қоршаған ортаны қалайша сақтап қаламыз? Не істеуіміз керек? Экологиялық білім мен тәрбиені қалай беруге болады? Еліміздің табиғатын қалай сақтауымыз керек? Не істеуге болады? Жақсы. Осы сұрақтар төңірегінде ойланамыз. Мәтінмен жұмыс. Досым, қалың қалай? Бүгін теледидардан өте маңызды хабар көрдім. Ол хабар маған қатты әсер етті. Сондықтан мен саған хат жазып отырмын. Сенімен ой бөліскім келеді. Өйткені еліміздің болашағы біздің қолымызда. Біз осы экологиялық сауаттылық туралы не білеміз? Оны біз тек қоқыстарды қалай болса солай тастамау деп түсінеді екенбіз. Бүгінгі хабарды көріп, мен өзімнің экологиялық сауаттылығымнан төмен екенін түсіндім. Мен шын мәнінде осы мәселе туралы терең ойланбайды екенмін. Қазіргі кезде ғылым мен техника дамып келеді. Бұл даму биосфера тікелей ықпалын тигізуде. Жер шарындағы экологиялық жағдай күн сайын төмендеуде. Байқайсың ба? Еліміздің табиғаты да бұрын соңды болмаған өзгерістерге ұшырауда. Көптеген аймақтардың техногенді шөлейттенуі, топырақтың тозуы, су ресурстарының атмосфераның ластануы, ормандардың сиреуі, табиғаттың бүлінуі байқалуда. Тіршілігімізге қатер төндіретін қауіпті табиғи құбылыстар мен өнеркәсіп апаттары да жиілей бастады. Әрі улы қалдықтардың жинақталуы қоршаған ортаға терең зиянын тигізіп отыр. Қазіргі кезде адамзат алдында тұрған аса күрделі экологиялық мәселе қоршаған ортаны қалыпты жағдайда ұстау. Осыған біз қаншалықты үлес қосып отырмыз? Иә, анда-санда сенбіліктерге шығамыз. Өзіміз берілген аймақты тазалап жинаймыз. Кейде мектептің алдындағы гүлдерге, ағаштарға қараймыз. Менің ойымша, тек осымен шектелетін сияқтымыз. Біз күнделікті өмірімізде қоршаған ортаны қалайша сақтап қаламыз? Не істеуіміз керек деген мәселеге салғырт қараймыз. Экологиялық білім мен тәрбиені қалай беруге болады? Еліміздің табиғатын қалай сақтауымыз керек? Не істесек болады? Жауабыңды күтемін. Ақылдасайық. Еліміздің ертеңі біздің қолымызда. Осы сабақта оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді 4 сөйлем құрылымына салып жазыңдар. Пікір. Оқыған мәтін бойынша өз пікіріңді 1 сөйлеммен жаз. Дәлел. Өз пікіріңді 1 сөйлеммен дәлелде. Мысал. Пікіріңді өмірмен байланыстыр. Мысал келтір. Қорытынды тақырып бойынша қорытынды жаз. Үй жұмысы 62 беттегі 12 тапсырма. Енді балалар, осы сабақта қандай жетістікке қол жеткіздім деп ойлайсыздар? Жақсы түсіндіңіздер ме? Түсінбедіңіздер ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Немесе мүлдем түсінбедіңіздер ме? Осыны көрсетіп мұғалімге жібересіздер. Сау болыңдар балалар.